Сәлеметсіздер ме балалар? Ой, жарайсыңдар, қандай ақылды балалар. Балалар, мен Аяның әжесі боламын. Мен сендерге көптеген ертегі кітаптар алып келдім. Қараңдаршы балалар. Қане осы ертегінің ішінен сендерге бір ертегі оқып берейін. Тыңдаймыз ба? Ертегі жақсы көреміз ба? Ал мұқият тыңдаймыз. Арыстан мен түлкі ертегісі. Арыстан қартайды. Аңдарды бұрынғысындай аулай алмайтын болыпты. Енді аңдарды айламен аулағысы келді. Өзі үңгірде жатты да арыстан айтады: мен аурумын, жүруге халім жоқ, деп барлық аңдарға хабар таратыпты. Аңдар бір-бірлеп арыстанның халін білуге келеді. Арыстан аңдардың біреуін де қайтармайды. Бәрі де арыстанға жем болады. Бір күні түлкі келеді. Ол үңгірден алысырақ тұрды да: халіңіз қалай тақсыр, деп көңілін сұрайды. Халім нашар, неге жақынырақ келмейсің? Берірек кел түлкіжан, бір азырақ сөйлесейік, дейді арыстан. Түлкі: мен саған жақын барар едім, бірақ саған кірген із бар да шыққаны жоқ, жүріп арыстанды алдап кетті. Балалар, міне балалар, ерте қызық болды ма? Ертегінде арыстан мен түлкі болды де балалар. Сендер арыстанды білесіңдер ме? Ол орман патшасы, балалар? Ертегі ұнады ма сендерге? Жарайсыңдар балалар, сендер өте ақылды балалар екенсіңдер. Ертегіні мұқият тыңдауды біледі екенсіңдер, Ал енді мен басқа да немерелеріме барып ертегі оқып берейін. Сау